Ертегіден келген бикеш секілді ай дидарлы бикеш айна алдына отырды. Сұлулығы мен биязылығы жүзінен көрініп тұратын бұл бикеш үстіндегі әппақ той көйлегімен одан әрмен сұлулана түскендей еді. Той көйлегіне қарай жүзінде де жарасымды макияжы болды. Бірақ бұл макияж мұң мен қобалжу аралас жүзін жасыра алмады. Қыз қатты қобалжып тұрды. Есікке бір, терезеге бір қараумен болды. Орнынан тұра терезеге жақындады. Үлкен ғимараттың екінші қабаты. Сыртта қонақтар, тілшілер деген толып жүр. Бір тілші айнадан қараған бикешті көріп қалып, дереу фотоаппаратын алып, бұл ірі корпорация иесінің келіні, қараңдар деп шуласа кетті. Бірден тарс етіп жабылған терезенің дыбысынан шошып кеткен қыз артына жалт қарады. Қастары түйілген, көзінен отты жалыны шарпып тұрған бойы ұзын, денелі сымбатты жігіт қабағын түйіп қызға қарап тұрды. Құдды өзін өлтіріп тастайтындай қараған жігіттің жанарынан сескенген бикеш жұтына артқа жылжыды. Смокинг киген жігіт: ештеңе ойластырушы болма, бір айла ойластырсаң менен жақсылық күтпе, деді қабағын түйе. Мен ештеңе ойластырмадым, мен тек таза ауа жұтқым келді, деді көзін төмен салған бикеш. Қазір той басталады, дайындал, деген жігіттің телефонына қоңырау түсіп сыртқа шығып кетті. Оның зілді дауысы жүрегімді дірілдетіп жіберді. Жоқ, махаббаттан емес, қорқыныштан дегенім дұрыс болар. Оның қар жауып тұратын қабағы және зілді дауысы ашуыма тиеді. Өзгелерге өзінің құлы секілді қарайды. Бірнеше сөзді жаттап алып, соны айта беретін робот секілді. Онымен қалай бір шаңырақ астында тұрады екенмін. Я Раббым, маған сабыр бере көр, деп өз-өзіме сөйлесіп тұрғанымда ішке бір кісі кіріп келді. Ханым, дайынсыз ба, деп сұрақ қойды. Менен үлкен екені жүзінен білініп тұр. Ханым дегені маған ұнай қоймады. Бірақ киген киімінен қызметкер екенін сездім. Өтінемін, маған ханым демеңіз, жасыңыз үлкен ғой, дей бергенімде ішке сары шаштары жүгіргеннен желбірей жеткен кішкентай қыз келіп құшақтай кетті. Бетіне жағылған шоколадты көріп күлімсіредім. Терісі әппақ толқындай бұйраланған сары шашты кішкентай қыз маған жымия қарады. Сәлем, дедім, жай дыбыстап, шошытып алмайын деп. Артынша бөлмеге жүгіре жеткен, белі қылдай үстіне киген ашық көк түсті көйлек, дене бітімін байқатып тұратын сұлу келіншек кіріп келді. Көзіммен зерттеп кеткеніме ұяла жанарымды кішкентай бүлдіршінге бұрдым. Алқызыл түсті көйлек киген бұл кішкентай ханшайым жаңағы кіріп келген бикештен айнымайтын еді. Періште жүзді кішкентайға қарап қызығып кеттім. Осылай ештеңеге алаңсыз жүгіріп ойнап жүрсем ғой, дедім іштей өзіме. Менен кішкене қысылғандай қарады. Жүзі мейірімге толы бикеш: кешір жеңге, мазаңды алды ма? Бұл бұзық қыз мені тыңдамай қашып кетті, деп күлімсіреді. Мен жанарымды бикешке бұрып: жоға, ештеңе етпейді, асыра сілтейтінде ештеңе болмады ғой, деп жымия тіземді бүгіп, кішкентай ханшайыммен бойымды бірдей қылып, сұлу ханшайымның иегінен ұстап, өзіме қарата жай байыппен еріннің астындағы шоколадты бас бармағыммен сүрттім. Бас бармағымды аузыма апара: қандай дәмді, бұл тәтті ме, әлде сен секілді тәтті қыз жеген соң тәтті болып кетті ме, деп күліп едім. 7 жасар бүлдіршін күле мәз болды. Жеңге, өте сұлу болып тұрсың, ағам сендей қызды жолықтырып жолы болды, деді жымия маған мейірлене қарап кішкентай бүлдіршіннің анасы. Мен не дерімді білмей басымды изей жымиып қоя салдым. Ол сөзін жалғастыра: ағамды үйленбей қалама деп қатты қорыққан едім. Ақыры дегенінде өз махаббатын тапқанына қуаныштымын, деді жымия. Жүзінен шын бақытты екенін байқадым. Іштей өзіме күбірлей: ол 100 жасқа келсе де ешкімді сүйе алмайтыны анық. Махаббат дегеннің не екенін білем екен ол. Қайдам, деп ойланып тұрғанымда: төменге түсейік, деді жымия. Үлкен сүйретілген ауыр көйлекті зорға көтеріп келе жатырмын. Бұл той қашан бітеді екен өзі? Көйлектің ауырын-ай, деп іштей сөйлеп келе жатқанымда көзіме шағылысып жарықтар түсе бастады. Екінші қабаттың баспалдағынан ұстай төменге қарадым. Бай бағландарға өз орталарының ең беделді азаматтары, мінсіз сұлу бикештер. Мен өз әлеміммен қайда топ ете түспей қалдым. Тағдыр мені қандай ортаға лақтыра салды.
ыңғайсыз көйлекпен жайлап байыппен ұзыннан созылған баспалдақпен келе жатырмын. Ойыма шалынып қалып, тілшілердің алдына топ етіп домалап түскенім келе береді. Масқараның көкесі сонда болмақ. Ақыры дегенде барлық баспалдақтан түстім. Ұзыннан созылған қызыл кілемнің аяқталар жеріне көз тастадым. Құлағынан телефон түспейтін менің болашақ жарым тұрды. Дәл қазір тойы болып жатқанын білмейтін секілді. Қазір барып, сенің тойың ғой десе ол шын ба дейтін секілді. Түйілген қабағы бір ашылмайды. Тап бір ешқандай эмоция түрін білмейтіндей. Тек ашулануды және мүсіркеуді біледі. Қорқынышпен алға қадам басып келе жатырмын. Қорқыныш пен қобалжу бойымда қатар шауып бара жатыр. Дәл қазір артқа бұрылып қашып кеткім келеді, бірақ болмайды. Мен бұл жағдайға қалай тап болдым? Мен қарапайым қыз болатынмын. Әкем жоқ, анам бар. Анам бағбан, өзінің гүл дүкені бар. Ал мен даяшы болып жұмыс жасайтын 26 жастағы жай ғана Азиза қыз болатынмын. 2 апта бұрын дәл сол күнді күнтізбеме ең нашар күн деп белгілеп қойдым. Азиза мейрамханада жұмыс жасайтын еді. Келушілерге қызмет етіп жүрді. Қасына администратор келіп, Азиза барып 3-ші столдан тапсырыс алшы. Ұмытпа, ол біздің ең сыйлық қонағымыз. Одан айырылмауымыз тиіс деп қадап айтты. Азиза басын изей төр жақтағы орналасқан 3-ші столға қарай қадам басты. Жан-жағына қонақтар қарап келе жатыр еді, бір кісіні қағып өткенін байқады. Әлгі адам ашулана кеткені түйілген қабағынан анық байқауға болады. Бірақ барынша сабыр сақтап өз орнына кетті. Шу шықпағанына қуанған Азиза әлгі қағып кеткен адамға бір қарап жүріп кетпекші болғанда оның қалтасына әмиян салып жатқанын байқады. Және ол жаңағы адамның әмияны болатын. Бұл мейрамхана жалпы тек бай бағландар келетін орын. Бұл жердің бағасын жай адамдардың қалтасы көтермейді. Әлгі адамның соңынан еріп барған Азиза оның ерлер әжетханасына кіргенін байқады. Әжетхана алдында әлгі ұрының артынан еріп келдім, бірақ ұялып тұрмын. Қыз басымен ерлер әжетханасына қалай кіремін? Әрі бұл адамның жүзі таныс, бізге жиі келеді. Үстіндегі киімдерінен бай адамға ұқсайтыны белгілі. Оған біреудің әмиян неге керек? Осындай ой мазамды алды. Бірақ әмиян ұрлау немесе жоғалту қонақтарымызда жиі болып кетті. Мен мұны анықтауым керек, алдыңғыларын білмеймін, бірақ бұны қайтсем де тоқтатуым керек дедім де бар күшімді жинап ішке кірдім. Қуанышыма орай іште ешкім жоқ екен, әлгі ұрыдан басқа. Ақша санап тұр екен, ал әмиян қоқыс жәшігінде жатқанын байқадым. Ойым дұрыс болып шықты, бұл адам ұры. Менің кіргенімді байқаған ол сасқалақтап қалды. Дереу түрін жинай, бай адамдарша менсінбей қарап, қабағын түйіп, сен ерлер әжетханасында не істеп жүрсің? Арсыз неме, шық бол тез. Әйелдер әжетханасы келесі есікте деді зіркілей сөйлеп. Ұялмай қызармай маған айғайлап тұрғанына таң қалдым. Осындай адамдар емес пе әлемді құртатын? Әлгі адамға жақындап жаттым. Оның жұтынғанын байқадым. Ол да артқа қимылдап жатты. Өзің мойындап ақшаңды қайтарасың ба, әлде полицияға хабарласайын ба деп едім, қорқып кетті. Сен ештеңе дәлелдей алмайсың. Сенің ерлер әжетханасына кіріп мені не істемек болғаның үшін мен саған кінә жауып соттатамын деді, мені қорқытып. Мен мырс күлдім. Бұған қалай күлмейсің? Жарайды, кеттік. Соттаңыз деп едім, түрі өзгере кетті. Шамасы бұндай жауапты күтпеген секілді. Жан-жағына қарай бастады ма, маған жақындай бастады. Шын мәнісінде енді қорқа бастаған секілдімін. Ер адаммен ешкім жоқ жерде бұл қорықпасқа болмайтын іс. Ешкімге де ескертпедім, өзім жетіп келе беріппін. Ах, Азиза, не деген ақымақсың деп өзіме іштей ашуланып алдым. Әлгі адам маған жақындап қолымен жүзімді ұстай бергенде оның қолын ұстап қалдым да қайыра түстім. Бұл оңай емес, әрі бірде ер адам емес пе? Әлгі адамның жаны көзіне көріне тізерлей отырып қалды. Ай, жіберші қарындасым, ақшаны бөліп алайық, келісерміз деп жыламсырана кетті. Қарындасым деймісің, сен қазір қылмыс үстінде қылмыс жасап жатқаныңды білесің бе? Өз қылмысыңа мені ортақ қылмақ ойың бар ма? Дедім де қастарымды түйіп, оның екінші қолымен мені ұрмақ болғанын байқап, аяғымен басып қалдым. Сосын қалтасында көрініп тұрған ақшаның шетін байқап, бір бума ақшаны шығарып алдым.
Бұл жаңағы адамның ақшасы екені анық. Осы сәтте есік ашылды. Артыма жалт бұрылып едім, белдігін ұстаған жігіт таңғала қарап тұр екен. Бұл көріністі өзім сырттай көрсем, менде таңғаларым сөзсіз еді. Оның дұрыс түсінбегенін анық білдім. Сасқанымнан әлгі ұрыны жібердім де кіріп келген жігітке қарадым. Ол, сіз не істеп жатырсыз деді. Дауыс екпіннен таңғалғаны анық білінеді. Әрине, ерлер әжетханасында қыз баласы әрі даяшының киіміндегі қыз еркектің қолынан бұрап жатса, әрі қолында бір бума ақша тұрса. Әлгі ұры, бұл қыз менің артымнан еріп келіп, менің ақшамды ұрлауда деді, жыланған кейіппен. Ах, сұмырай, өтірікші дедім ашулана іштей. Қабағымның түйіліп кеткенін байқаған әлгі жігіт, сіз менің сұрағыма жауап бермедіңіз деді, талап ете. Мен оның алтын түстес қымбат сағатына қарап, аяғындағы брендтік аяқ киіммен үстіндегі қымбат киімді көріп, бай біреу екенін анық байқадым. Басыма бәле іздегім келмейді. Сондықтан да үндеместен қоқысқазда жатқан әмиянды алдым да адамның үстіне сүртіп жібердім. Бұл жәшік құрғақ майлықтар тастайтын жәшік еді, сондықтан анау айтқандай кір емес. Мен әлгі ұрыға қарадым да, енді есіктен шығайын деп оқталғанымда әлгі жігіт білегімнен ұстап алды. Мен білегімнен ұстаған жандарды жек көретін адамын. Қолымды бар күшіммен тартып алдым да, өзіңізге қатысты емеске араласпаңыз деп едім. Ол, сіз қазір қылмыс жасап тұрсыз. Ол адамның әмиянын ұрладыңыз. Бұл қылмыс. Осы жердің қызметкері секілдісіз. Жұмысыңыздан айырылғыңыз келеме деді. Заңды тым қатты қорғайтын болсаңыз, мына жерден шығармай ұстаңыз дедім де тез есіктен шығып кеттім. Құлағымдағы құлаққаптың бір нүктесін басып, бас бөлім ерлер әжетханасына күзетшілерді жіберіңіздер. 40-тар шамасындағы ер адамды алып кетсін де полицейге тапсырсын. Не себепті? Сен онда не істеп жүрсің деді. Камерадан бәрін бақылап отырған кісі. Ол ұрлықшы. 4-ші камераны анықтап қарап көрсеңіз түсінесіз дедім де құлаққаптың бір түймесін басып өшіріп тастадым. Администратордың түйулі қабағын көріп тапсырыс алу керектігінде есіме түсіп кетті. Ах, мен біттім. Әмиянды сосын қайтарамын дедім де пандоны алып тез 3-ші столға қарай бардым. Жақындай келе жатып бір дауыстарды естіп жаттым. Менің сонша еңбек еткеніме қарамастан атам осындай талап қоя ма? Бұл қалай болғаны? Мен бұған келіспеймін. Бірақ бір қыз таппасан еңбегің жоқ болады. Мәңгі үйленбей кетпейтін шығарсың. Жеке өмір құрсаңшы өзіңде деді. Сырым, өзің де білесің, маған оның керегі жоқ. Бұл әлгі адам ғой, әмиян деп таңғала енді сөйлей бергенде әлгі адам менен бұрын сөйлеп, сен қайда жүрсің? Біздің қандай адам екенімізді білесің бе өзі? Тағы қанша күттіресіңдер клиенттеріңді деді, қабағын түйіп алып зілді даусымен. Администратор жүгіріп келді де, кешіріңіз мырзам, бізден бір қателік кетті деді. Администратор Әсем әпке маған осында келгелі алғаш жылы қараған адам еді. Оның кешірім сұрап тұрғаны менің ашуымды туғызды. Мен осыда жұмыс істегелі бір айдай болып қалды. Осы бір айда не көрмедім? Байдың ерке шошақайларын кемсітетіндерінен жағымсыз мінездерін көрдім. Әсем әпке барынша мені қорғап қалатын еді. Тоқтатыңыз, маған түсіндіруге мүмкіндік беріңізші дедім әлгі адамның көзіне тік қарап. Сенің сөйлеуге әлі де дәтің бар ма? Мына қызды жұмыстан шығарыңдар. Бай жігітіне көз тастап, Азиза деді. Бұл қыз бұл жерде жұмыс жасамайтын болсын. Біз кетеміз, басқа жерден ас ішерміз деді де орнынан тұрып қалтасына қолын салып бір нәрсе іздей бастады. Әмиянның соңғы сөзін ақшасымен жаппақшы ғой. Әрине байлардың қолынан басқа не келеді дедім де алжапқышымның қалтасынан әмиянды шығарып, мынаны іздедіңіз бе деп едім, маған жалт қарады. Сен не оны ұрлап алғансың ба деп атыла кетті. Шыдамым шегіне жетті. Енді бұл дөрекі адам мені ұрлықшыға санап тұрма? Кешіріңіз, бірақ бұл ой қалай сіздің логикаңызға сияды? Мен сіздің әмияныңызды ұрлаған жоқпын. Мен сіздің әмияныңызды не істеймін? Сізді енді көріп тұрсам, 1 сантиметрге де жақындаған емеспін сізге. Алғыс айтудың орнына осылай деп тұрсыз ба? Мәдениетіңіз қайда дедім қабағымды түйіп. Сары шашты, қасына дейін сап-сары, көзі көк көңіл жігіт, кешіріңіздер, бір түсінбестік болды деді жымия. Қарама қарсы отырған бұл екі жігіт жақсылық пен жамандық сияқты көрініп кетті бір сәтте. Әмір бауырым, тыныштал деді сабырлы сөйлеген әлгі бір қасындағы жігіт. Мен әмиянды жігітке ұсындым.
Ол әмиянды алып тексере бастады. Алқа қайда деді. Мен түсінбей, қандай алқа дедім. Қолымнан қысып ұстай, кәдімгі алқа сенде ме? Тез қайтар деді қабағын түйіп. Шыны керек, оның көздеріне қарап, ол мені өлтіріп тастайтындай көрініп қорқып кеттім. Жанымызға жетіп келген жігітім, Алан, сабырлы болыңыз, қыз білмейтінін көрініп тұр ғой, деді маған бір қарап. Ах, менің құтқарушы періштем, Алан, дедім іштей оған риза болып. Алқа қайда деді әлгі жігіт қайта сұрағын қойып. Білмеймін, әмиянның ішінде жүретін не алқа ол дедім. Сенің онда жұмысың болмасын, маған алқамды қайтар, өтірік мүләйімсімей деді. Мен енді сөйлей бергенімде артымнан келген бір дауыс, аға, оның шынымен де ешқандай кінәсі жоқ, ол тек саған әмияныңды қайтаруға көмектескен қыз деді. Артыма қарағанымда дәретханадағы жігіт екенін байқадым. Жігіт қызға жақындап, сәлем, тағы да кездестік, есімім Мәрт деді. Азиза жауап қатпады. Анығында ол жауап берем дегенше Мәрт, сенікі Азиза ғой, өзің батыл екенсің, жасың қаншада, тұрмыстасың ба, жігітің бар ма деді. Бірден қойылған не деген түрлі сұрақтар бұл, деп іштей ойлаған Азиза жігітке бір түрлі қарады. Сонымен деді Мәрт жауап күтіп. Жеке ақпараттарымды айта алмаймын деп жауап берді Азиза. Ағам үшін кешірім сұраймын, кездесуге барсақ қалай деді. Ессіздерше жымия. Азиза жігітке жындана қарағандай барады. Алдында Алан тұрып, сен бара бер деді. Азизаға қарап кішкене басын бұра сөйлеп. Азиза бәленің ортасынан шыққандай мәз болып тез кетіп қалды. Администратор мен Алан және қонақтар бір нәрселерді айтып тарасып кетті. Азиза, неге бұлай жасадың? Әлгі жігіт келмегенде қандай бәлеге ұрынады едіңді білесің бе сен? Алан қыздың алдына келіп ұрсып жатыр. Вокалдарды сүртіп отырған Азиза төмен қарап тұрды. Басқаларға ескертпей, ұрыны қолға түсіріпсің. Әрине, бұның жақсы. Бірақ саған бір нәрсе болса не болар еді? Сені өзіңді ойлайсың ба? Ол адамның сені істемеген ісің үшін түрмеге қамап жібере алатынын білесің бе деді ұрсып. Азиза ештеңе демеді. Жігіт не айтса да дұрыс еді. Алан ашуын басып, қызды құшағына басып, саған уайымдайтынымды білесің ғой, енді бұлай басыңды қатерге тікпе, жарай ма гүлім деді жай дауыстап, қоңыр даусымен сөйлеп. Қыздың жаны жай тапқандай болатын, бұл жігіттің даусынан. Үнемі өзін қорғап қалатын жігіттің ісіне қыз мәз болатын. Жердегі періштем деп те ойлайтын. Бүгін достарымен клубта жиналамыз. Барасың ба гүлім деді жымия қызға қарап. Алан, білесің ғой, шулы жерлерді ұнатпайтынымды. Өзің көңіл көтеріп қайт деді жымия жігітіне алшақтай қарап. Жігіт Азизаның сүйгені болса да қыз жігіттің өзіне тым жақын болғанын ұнатпайтын. Ұялғаннан ба, әлде жігіт атаулысының өзіне жолатпайтындықтан ба, жігіттің өзін құшақтағанын қаламайтын. Сүюге тырысқанда да қашқақтайтын. Жігіт қыздың жүрегіне жол табу үшін біраз уақытын жоғалтқан еді. Қыз жүрегі ешкімге ашылмағандықтан жігіттің сымбатты жүзі мен әрекеттері еш күмәнсіз жігітке ашылды. Бірақ қанша жігітті сүйсе де, қыз әлі күнге дейін жігітіне бір ретте болсын бетін сүйдірмеген еді. Осы кездесіп жүрген айларында енді шығар құшақтасып жатқаны. Бір-екі рет қана құшақтап еді қыз өзін, бірақ оның өзінде секундтық қана бір сәттер ғана еді. Алан жымия билетті үстелге қойып, ойланып көрерсің деп кетіп қалды. Азиза билетті қолына алған еді, қаладағы ең қымбат клубтардың бірінің билеті екен. Ол жерде тек бай бағландардың жүретіні анық. Алан да байдың баласы еді. Бірақ қыз үшін өзгелерден ерекше болып көрінетін. Жігіт қарапайым, қамқор еді. Осы үшін де оған ғашық болған болар. Жігітпен алғаш оның үйінде кездескен еді. Жігіттің туылған күні болып жатты. Қыз даяшы болып жұмыс істеп жүрген еді. Аланның достары қыздың әбден зығырын шығарып, тиісіп кемсіте берді. Бір жігіт қызды көтеріп бассейнге лақтырып жіберді. Жүзу білмейтін қызды Алан құтқарып қалған еді, және содан кейін қыз соңынан қалмай өзіне ғашық еткен. Бұл жұмысқа тұрғанда қыз бұл жердің жігітке тиесілі екенін білмейтін еді. Оңай жұмысқа тұрғанына таңғалғаны өтірік емес еді. Азиза жұмыстарын аяқтап болып жиналып қайтуға дайындалып жатты. Есіктен енді шыға бергенде ішке кіріп келген Әсемнің қолындағы шырын үстіне төгіліп кетті. Жаным, кешірші, байқамай қалдым деді. Қалтасындағы бет орамалын алып қыздың кофтасын сүртті. Жымиған Азиза, ештеңе етпейді, мен қазір дәретханаға барып келейін деді жүріп.
Әйелдер дәретханасынан шығып келе жатып, Азиза ерлер дәретханасынан мұсыр пакетті алып шығып келе жатқанын әпкені көрді. Оның қолында бір алқа бар екен. Әпке, бұл алқаны қайдан алдыңыз деген Азиза әпкенің қолындағы алқаға қарады. Көк түсті көбелек бейнеленген әдемі алқа екен. Ерлер дәретханасынан тауып алдым. Біреулер тастап кеткен-ау, қымбат секілді. Қазіргі адамдар ешнәрсенің құнын білмейді, деді басын шайқай. Азиза есіне әлгі адамның алқа қайда дегенін есіне алып, ол алқаның иесін білемін әпке, маған беріңіз, деді жымиған Азиза. Қызым, ала ғой, біреудің заты ғой, біреудің ақысын жемейік, деді әлгі апай жымия қарап. Алқаның иесін танымаса да администратордың айтқанын таба аламын деп ойлады. Барлық адам бұл ірі кәсіпкерді білетін болса, ол адамды да табу оңай болар деп ойлаған. Әмір Аббас есімді қандай айбарлы еді деп ойлайды Азиза. Азиза үйіне келді де бөлмесіне барып сөмкесін тастай жата қалды. Бүгінгі күн ауыр болды деп көздерін жұмып ұйқыға кете бергенде телефонына қоңырау түсті. Алло, деді басын көтеріп. Қызау, тынышсың ғой, мені ұмытып кеттің бе не? Осың дұрыс па сенің, деді ренжіген құрбысы. София, кешірші жаным, ренжіме, білесің ғой, уақыт болмай кетті. Әрі бүгін ауыр күн болды, деді терең тыныс алып. Үйде кім бар? Зере мен әпкем үйде ме? Мен жұмыстан шықтым, саған келе жатырмын. София тұтқаны сөндірді. Азиза орнынан тұрып душқа кіріп кетті. Жарты сағат өтер-өтпестен есік қоңырау соғылды. Екі құрбысы құшақтасып әңгіме айтуға кірісіп кеткен. София заңгер болатын, үлкен бір компанияда жұмыс жасайды. 15 минут өткен соң, солай әлгі адам алқам деп мейрамхананы басына көтерді, деді. Азиза бір шынаяқ кофені Софияға ұстатып қыздың қасына отырды. Есімі кім соншалықты? Қалай құтылдың сосын? Егер соттатамын деп жатса, маған айт, адвокатың боламын ғой, деп күлді. Алан сөйлесіп берді. Атын кім деп еді деп есіне түсіре алмай қойды. Әмір Аббас деді ғой деймін, деді Азиза ойлана. Диванға бір қолын сүйей басына қойып, сүйкелеп жанға қарай қызға қарап отырған София, не Әмір Аббас, ол ең атақты кәсіпкер ғой, әрі мықты дизайнер. Оның жобаларын алу үшін шетелдіктер өздері арнайы келеді, деді таң қалған София орнынан атып тұрып. Шын ба, білмеппін, деді бейғам отырған Азиза. Сен қыздың басыңнан қойып қалу керек қой, қалай білмейсің? Ол ең атақты кәсіпкер ғой, өзінің компаниясымен бірге атасының корпорациясын басқарады. Оның бәрі жұмысы бастық болғанына таңғалады. Әрі ол сонысымен де қымбатты көрінеді, дейді. Бірнеше істерде көргенмін, өте сымбатты, өз ісінің маманы, деп София мақтап жіберді.